Соңғы 4-ші бөлім. Иса Омар. Республика өміріндегі аса маңызды саяси оқиғаға байланысты әзірлік жұмыстары ерте бастан қолға алынды. Ол күні барлық жерде бірдей жаппай халықтық мереке ұйымдастыру ұйғарылған еді. Жоғарғы жақтың бұл тапсырмасы өнерпаздарға да тікелей қатысты болып шықты. Қаладағы бүкіл лауазымды басшылары мен күллі зиялы қауым өкілдері бас қосатын үлкен салтанатты жиналыстан соң ең таңдаулы деген өнер шеберлерінің 2 сағаттық концерттік бағдарламасы көрсетілетін болды. Бұл шара қаланың қақ ортасындағы зәулімде көрікті театр ғимаратында өткізілмек. Әрине, мұндай мәртебелі сахнаға шығып өнер көрсету құрметі екінің бірінің еншісіне тие бермейтіні белгілі. Оған қаладағы сандаған өнерпаздың ішінен жұрт мойындаған шын мәніндегі таланттар ғана таңдалып іріктеліп алынады. Оны әдеттен төмен жақтан жоғарыға қарай сатылап шығарылған ұсыныстар негізінде үлкен үйлерде отырған кішігірім шенеуніктер шешеді. Ол шенеуніктің өнер атаулыға пәлендей қатысы бар ма, жоқ па? Өнер шіркіннің иісі мұрнына бара ма, бармай ма? Ол жағы есеп емес. Айтты бітті, кесті зүлді. Сондықтан да бұл тізімге енудің өзі бір бақыт. Олай болатын себебі де жоқ емес. Егер осындайда жолың болып, жарқырап көзге түсе алсаң, арғарай атақтың да, абыройдың да ауылы алыс болмауы бек мүмкін. Тіпті ғайыптан бағың шауып, одан әрі ел аралап келе қалған кезінде ел басшыларының алдында өнер көрсететіндей күн туа қалса Құдайым берді дей бер. Ол кісілердің назарына іліне білсең, онда әйтеуір бір жерден жарып шығарыңда сөзсіз. Тіпті халық артисі атағына ұсынылып кетуің де ғажап емес. Жазира үлкен өнер ортасына араласқалы бері мұндай мысалдың талайын көріп жүр. Осылайша азынаудақ атаққа қол жеткізіп, абыройды атанғандармен аралас құраласы да бар. Әрине, олардың басым бөлігінің талантына шәк келтірмейді. Дегенмен жарқырағанның бәрі алтын еместігін іштей Жазира да сезеді. Соған қарай кейде шын өнердің бағасын халық береді деген қағидаға күмәнмен қарайтын болып жүр. Өйткені байқап отырса, қанша жерден халықтың сүйіктісі болғаныңмен, жеме-жемге келгенде қара халықтың саған бөліп берер түгі де жоқ. Ал түптеп келгенде сені көтеретін, атақ абырой әперетін бәрібір сол үлкен үйлерде отыратын үлкенді кішілі адамдар екендігіне Жазираның барған сайын көзі жете түскендей болып келеді. Демек, сенің талантыңның болашақ тағдыры өзің қаласаң да, қаламасаң да, мойындасаң да, мойындамасаң да кездейсоқ біреулердің ашса алақанында, жұмса жұдырығында болып шыға келуі әбден мүмкін. Ал бұл шындықты өмір бойы білмей өтетін өнерпаздар қаншама? Мүмкін соны білмей-ақ қойғаны да дұрыс шығар. Жазира елге кеңінен танымал бір айтыс ақыны мен екінші бір әнші әйелдің соңғы кездері айтулы өнер мерекелерінен мәртебелі той жиындардан бірте-бірте елеусіз ғана шеттетіле бастаған байқады. Олардың екеуінің де таланттары тоқырайтындай болған жоқ, қайта нағыз бабына келген шақтары. Жазира алғашында бұлар неге көп көрінбей қалды екен деп түкке түсінбей жүрген. Кейіннен елекке салып, ойлап қараса, екеуі де өздеріне деген мұндай көзқарасты өздерінің елден ерек мінезінен тауып жүрген сияқты. Біріншісі қай жерде жүрсе де қисыны келсін, келмесін, жақсылы жаманды ел басқарып жүрген азаматтардың сыртынан сықпырта ғайбат сөз айтуды әдетке айналдырып алған еді. Жұрттың бәрі алаяқ, жемқор да, ал сүттен ақ судан таза адам тек өзі ғана тәрізді. Өзгелердің бәрінің ақылы таяз да, ал жер бетіндегі данышпан бір өзі ғана іспетті. Өзінен өзі аяқ астынан үркіп, өнер ашып, әркіммен бір тартысып жүргені. Ал әділіне келсе, оның мінез ашып тулайтындай да жөні жоқ. Қазір нақ сол өзі қарадай жау көріп жүргендердің арқасында кезінде атақтан да, сыйлықтан да құралақан қалған емес. Талай-талай той жиындарда да тізімнің басында тұрды. Өйтіп-бүйтіп тұрмыс тіршілігін де түзеп алды. Жазира мен Гүлайна сияқты емес, басына даңғыраған кең сарайдай үй бітті. Астына арқыраған темір тұлпар мінді. Енді не жетпейтін кім білсін? Мүмкін ендігі жерде азуы алты қарыс халық қаһарман атанып, тарихта қалғысы келетін шығар. Адам баласында тойым бар ма? Ал енді мәртебелі той жиындардан елеусіз ғана шеттетіле бастаған екінші бір әнші әйелге келсек, оның да әлгі айтыс ақынынан ұзап кеткен жері шамалы. Ол да
әдегенде өз өнерімен жастан көзге түсіп, одан әрі үлкенді кішілі қызмет басындағылардың көмегімен атаға алысқа тарай бастаған еді. Үлкен басшылар үлкен тойларға да бірге ертіп жүрді. Барған сайын артынып тартынып қайтатын. Сөйтіп жүріп тіпті елдің алдымен кәсіпкерлікпен де айналысып, бірнеше мекемені өз жекеменшігіне қаратты. Осылайша бақуат адамдардың қатарына тез-ақ қосылды. Оның бәрі кімнің арқасы еді десеш. Енді келіп бүгінде ол да өз аспаннан аяғы салбырап түсе қалғандай күрт өзгеріп кетіпті. Кішігірім мәдени іс-шаралар кезінде ән айтудан үзілді-кесілді бас тартатын болыпты. Ол өзіні үлкен лауазым иелерінің алдында ғана өнер көрсетуді лайық деп білетін болған. Бірдеңе түспейтін жерге аттап басудан да қалған. Тіпті жоғары шенді кісілер болмаса, кішігірім шенеуніктеріне пысқырып та қарамайтын дәрежеге жеткен. Ал енді мұның бәрін көріп біле тұрып, сол кішігірім шенеунігіңіз оны кешіре қойсын ба? Реті келген жерде тізімнен сызып тастайды, қарап отыра береді. Оның кім екенін сен ешқашан да білмейсің. Әйтеуір көзге көрінбейтін, аты естілмейтін беймәлім бір күш мақтамен бауыздағандай болып, жолыңды білдіртпей ғана кесіп тастаған сезбей де қаласың. Сөйте кім көрінген барып жатқан айтулы өнер сайыстары мен дүркіреген той жиындардан елеусіз ғана шеттетіле бастағаныңды бірақ білесің. Бұл үшін кімге барып дау айтасың, өз обалың өзіңе. Ал егер өзің періштедей бейкүнә болып тұрып, талантыңды бұлдасаң, әңгіме басқа. Өзің сүттей ақ болып тұрып, өзгінің мінін бетіне бассаң, онда кәнеки. Айтпақшы, Жазира жақында ауданда бірге қызмет істеген азаматты көрді. Баяғы аудандық мәдениет бөлімінің бастығы. Ауданға келген жаңа басшы оның орнына басқа адам тағайындап, азаматты аудан орталығындағы мәдениет сарайының біріне директор етіп жіберген еді. Не себепті олай еткенін ешкім де білмейді. Сол азамат қарап жүрмей, ауданда өткен кезекті актив жиналыстарының бірінде сөзге шығып, мәдениет саласына мүлде мән берілмей жүрген ашына тілге тиек еткен ғой. Көп ұзамай бюджет тапшылығына байланысты азамат басқаратын мәдениет сарайының штат кестесі түгел қысқартылып, мәдениет сарай жабылады да, ол ғимарат тұрғындардың талап тілектері бойынша мешітке айналып шыға келген. Ал азамат енді қаладан жұмыс іздеп жүр. Жүнжіп кетіпті. Мұның бәрі де ойын. Ойын болғанда да аяусыз әрі рақымсыз ойын. Әрине ол тап бүгін ғана пайда болған жоқ. Кешеде бұрын да баяғы заманда да солай болған. Өйткені бұл өмір. Үлкен ортаға келіп қосылғалы бергі 3-4 жылдың ішінде бірте-бірте Жазираның да көп нәрсеге көзі ашылып келеді. Алайда оның қолынан келер қайраны жоқ еді. Сонымен саяси маңызды оқиғаға арналған халықтық мереке өтетін күнде таяп келе жатты. 2 сағаттық концерттік бағдарлама бойынша өнер көрсететіндердің тізіміне Жазира енбей қалған болып шықты. Мұны ол бастығы Арман Орынбасаровтан естіді. Менде тұрған кінә жоқ, деді ол желкесін қасып. Мен ұсынысымды жоғары жаққа бергем. Сұраған кезде сені және жас әнші Әмина Әмірбекованы айтқам. Үлкен жиында екеуің бірдей өнер көрсетіп жатсаңдар, біз үшін де зор мәртебе емес пе? Алайда концерттік бағдарламаны жасаушылар Әминені алыпты да сені сызып тастапты. Сондағы сылтаулары сені той томалақтан шықпайды депті. Репертуарында патриоттық әндер жоқ, бірыңғай махаббат тақырыбына құмар депті. Дауысы да бұрынғыдай емес, жоғала бастаған депті. Қысқасы дептісі көп ақ. Бұл сөзді естігенде Жазираның түсі бұзылып кетті. Болар болмасқаны әжім сызықтары біліне бастаған жазық маңдайына жіпсіп тер шықты. Орнынан тұрып кетіп, бастығының бетіне сынай қарады. Ол бұған тура қарай алмай, көзін тайдырып әкетті. Кім екен мені жамандаған деп Жазираның даусы қатты шығып кетті. Қай жерде кімге не жазып қойдым екен? Арман Орынбасаров бұған мелшие қараған күйі екі қолын екі жаққа қарай айырды. Ұзын баулы кішкентай ақ былғар сөмкесін иығына жұлқа лақтырған Жазира көздері боталап сыртқа қарай атылды. Арман Орынбасаров шарасыз кейіпте басын төмен қарай тұқыртып, өз орындығында сұлқ түсіп отырып қалды. Жазира үшін бұл хабар төбеден түскендей жайсыз тиді. Сонда мұның да тізімнен сызыла бастайтындай кезі келіп қалғаны ма? Ешкімнің де алдын кесіп өте қойған жер жоқ сияқты еді ғой. Егер той томалаққа барып ән айтса, күнкөрістің қамы емес пе? Әйтпесе, қай жетіскеннен барып жүр? Репертуарында патриоттық ән болмаса, қолда бар ондай әндерге көңілдің шаппағаны да. Өз жүрегіне жетпеген әнді өзгелердің жүрегіне жеткізе алар ма?
Махаббат лирикасына арналған әндерге жақын болса, ол махаббат құмарлық деген сөз емес шығар. Әдетте бұл тақырыпқа жазылған әндердің дені шынайы шығармашылық арқылы дүниеге келеді. Олардың боямасы болмайды. Өйткені шын ән шын сезімнен туады. Сондықтан да нақ сондай әндер ғана Жазираның жанына жақын. Ал махаббат лирикасы саяси маңызы бар мерекенің сынын бұза қояды дегенге кім сенеді? Әлде ол жерге жиналатын адамдар сезімнен жұрдай ма екен? Бәрі де далбаса. Жазира өзіне тағылған бұл айыптардан өзін ойша ақтап шықты. Іштей тек біреуіне ғана ашық қарсылық жасай алмай мүдіре берді. Дауысы жоғала бастаған депті мұның сыртынан. Кім екен оны айтқан? Қарап отырса бұған дейін әстеде өзіне сын көзбен қарап, бұл туралы ойланып көрмеген екен. Бұл сұрақ енді ғана өзі де ойламаған жерден маңдайына тақ ете қалғандай болды. Сырт көз сыншы деген емес пе? Байқап тұрса осы күндері дауысы шынында да осыдан 3 жылдай бұрын жас әншілердің облыстық байқауында бас жүлде алатын кездегідей мейлінше кең тынысты емес сияқты. Кейде бұрындары еркін орындалып жүрген қайсы бір әндердің жоғары ырғақты қайырмалары өзіне шамалы күшке түсетінін іштей сезіп жүргені рас еді. Ондайда орындаушылық шеберлігінің арқасында сыр бермеуге тырысып, әйтеуір аяғына дейін аман есен алып шығатын. Сөйтсе, мұның бәрінде өзінен бұрын өзгелер байқап жүрген болғаны ғой. Осыны ойлаған кезде Жазираның іші удай ашып жүре берді. Ол өзінің тізімге ілінбей қалғанына емес, дауысының жайын ойланып, өкініштен өзігі өртене жөнелді. Осы сәт әлде бір үрейлі сезім өне бойын сумаңдай аралап шыққандай болды. Бастығының кабинетінен шыққан бойда ол меңзең күйде көше бойлап ұзақ жүрді. Айналасына мүлде мән беруден қалған, ішкі жан дүниесі әлем-жәлем, өз басындағы жайға ол кімді кінәләрін де білмеді. Рас, әсіресе соңғы 1-2 жылдың бедерінде өзін тым тастап қойып жүргенін өзі де сезетін. Бәрі де жас әншілердің республикалық байқауына қатыса алмай қалған кезінен басталған сияқты. Жазира сол жылы ары шапқылап, бері шапқылап, ақыры үлкен байқауда бағын сынай алмай қалған еді. Өзіне уәде берген Асыл Заманбекұлының алдына қайтып баруға беті шыдамаған. Арман ағайы әлде қандай қылып жазып берген өтініш хаттары сол күйі жауапсыз кетті. Содан соң жаны қысылғасын үлкенді кішілі мекемелерді басқаратын 200 таныс адамдардың алдына барып еді, олар да алдарқатып шығарып салумен ғана шектелді. Одан ештеңе шықпағасын әлі де болса септігі тиіп қалама деген дәмемен республикалық байқауды ұйымдастырушылармен хабарласты. Телефон арқылы баяғы Төлеу Мырзаев деген жуан дауысты кісіні әзер дегенде тауып алып сөйлесіп еді. Ол, осы уақытқа дейін не бітіріп жүрсің? деп өзіне дүрсе қояды. Енді бәрі де кеш. Келесі жолы ертерек қамданарсың. Солайша не сүйенері, не тренер жоқ жас әнші жалғыз өзі шырылдап, ары жүгіріп, бері жүгіріп, ақыры шын жанашыр таба алмай өкілі үмітін көрер көзге қолдан өлтірді. Бірақ ол бұған болы қабырғасы қайысып кеткен өзге ешкімді де көре қойған жоқ. Сенің басыңдағы сәтсіздігің үшін айналаңдағы дүние төңкеріліп кетпейді екен. Ал Жазираның өзі үшін бұл қатты соққы болып дейді. Содан 3 күн қатарынан жатақханадан шықпай, жұмыстан қысқартуға түскен Гүлайнамен бірге өзара күйік бөлісті. Гүлайна өмірде де өнерде де жолы болмаған бейбақ жан Жазираға жанашырлық танытқан екен-ау сонда. 4-ші күні ол Жазираға қатты сөздер айтып, мұны жұмысқа қуған болатын. Тағдырдан таяқ жеген адамның алғашқысы да соңғысы да сен емессің, шырағым, деді ол қатылдана сөйлеп. Сынақтан сүрінуінің басы да аяғы да бұл емес. Әлі алда талай өмір жатыр. Оның әрқайсысына бүйтіп сыр бере берсең, ертең-ақ торғайдай тозып кетерсің. Көтер еңсеңді. Жан-жағыңа көзіңді ашып қара. Әлі талай байқаулар бар алдыңда. Сен басқа түскен қиындықты жеңіп шығуға тиіссің. Бір рет жолым болмай қалды екен деп, осылайша құлдырауға бола ма? Айналасы 2-3 күннің ішінде ұсқыныңнан ұсқын қалмапты. Бүйтіп сен кімді шауып алмақсың? Бар одан да жұмысың атай. Мынау заманда қаңғып көшеде қалып кету оп-оңай. Қазіргі уақыт еркелікті көтермейді, айналайын. Мұны біліп қой. Жазира оған қарсы айтар сөз таба алмай сүйретіліп жұмысына тартты. Бәрібір көпке дейін өз-өзіне келе алмай, республикалық байқауға қатыспай қалған ойласы өзегі өрт болып кетіп жүрді. Реті келіп жатса, өз күйген ащы сумен басуды да ұмытқан емес. Бірте-бірте ол да әдетке айналып, рюмка ұсынылған жерде үзілді-кесілді бас тарта алмайтындай болып бара жатқанда жасырын емес еді.
Ішкен кезде айналасындағыларға еліктеп, кейде темекі тартуды да теріс көрмейтін болған. Қажет болса, мұның бәрінде тастауға күш жігерім жетеді деп қоятын, іштей өзін-өзі жұбатып. Бірақ ол қажеттіліктің қашан туатынын өзі де білген емес. Мерекелік үлкен концертте өнер көрсететіндердің тізіміне ілінбей қалғанын естігеннен кейін Жазира өзін мүлде жоғалтып алғандай болды. Сол күннің ертеңінде олар кезекті презентацияда өнер көрсетуге барып еді. Қаладағы іскер адамдардың бірі шетелдіктермен бірлескен кәсіпорын ашқан екен. Бұл оқиғаға орай тұсаукесер рәсімі өткізілді. Соңынан аста төк дастархан жасалды. Жазира қасындағы өнерпаздармен қосылып, бұл жолы да тартынбай ішіп отырды. Сөйтіп, өзіне ән айту кезегі келген кезде дауысы қарлығыңқырап, тілі де күрмеліңкіреп тұрды. Алайда бұл үшін өзі аса күйіп пісе де қойған жоқ. Тұсаукесер рәсіміне келген мәртебелі меймандардың ішінде өзі танитындардан тек Жандос деген кісі ғана бар еді. Ол бұларға көрші столдардың бірінде отырған болатын. Жандос үлкен үйлердің бірінде орталау деңгейде қызмет істейді. Жасы 40-тың ожақ бұжағындағы Жандостың мінезі де, жүріс-тұрысы да қарапайым жан. Өзі ұзын бойлы, сымбатты кісі. Борыл тартқан сиректеу шаштары ғана оны сәл егделеу көрсетеді. Жандостың бір ерекшелігі, кейбіреулер сияқты кісілігі жоқ. Үлкенмен де, кішімен де бірдей. Бұл қызметке келгеніне көп те бола қойған жоқ. Ол үлкен үйлерде өтетін әртүрлі мәдени көпшілік шараларға жарама түрде қатысып жүреді. Сондай кездерде ән айтуға шақырылатын Жазирамен сәлемі түзу, алайда онымен тереңірек танысып, шешіліп әңгімелесетіндей болған емес. Міне, сол Жандос бүгінгі презентацияда Жазираның әрбір қимыл қылығын қадағалап отырған екен. Тұсаукесер рәсімі аяқталуға таяған сәтте, ол екі беті қызара бөртіп, қасындағылармен қызу әңгімеге кірісіп кеткен Жазираны ымдап оңаша шақырып алды. «Сен ертең уақыт тауып маған жолығып кетші, Жазира», деді ол салмақты үнмен. Жүзінде ешқандай бөтен ойдың нышаны жоқ. Сол жайбарақат, кішіпейіл де қарапайым қалып. Бұл Жазира үшін мүлде күтпеген сөз еді. «Жайшама Жандос аға», деді ол, Жандостың бетіне аңдарыла қарап. Ішкен сездіргісі келмей, бойын жинақ ұстауға тырысты. «Әңгіме бар», деді Жандос сөзді келте қайырып. «Қалай да келетін бол». Жазира ол қандай әңгіме болды екен деп аң-таң болып қала берді. Ертеңіне ертелетіп Жандосқа соқты. Кабинеті шағында қарапайым екен. Жазу столы мен отыратын орындықтардан басқа артық аспай ештеңе жоқ. Бір бұрышта сырт киім шешетін шифонер ғана тұр. Оның жүзі қашанғысындай салмақты екен. Амандық саулықтан соң бірден әңгімесіне көшті. «Мен сені сырттай сонау облыстық байқау жүлдегері болған кезіңнен бері білем», деді ол, Жазираның жүзіне барлай қарап қойып. «Өнеріңді мүмкіндігінше қадағалап жүрім. Бұрын іштей табысыңа қуанушым, алайда соңғы кездері өзгеріп бара жатқандайсың. Ішімдікке де жоқ демейтін болыпсың. Шынын айтсам, өнер жанашыр ретінде мен бұған жайбарақат қарап қала алмадым. Сондықтан да өзіңмен бір ауыз сөйлескенді жөн көрдім. Саған не болып жүр өзі, Жазира? Не себепті өзгеріп барасың? Сені не мазалап жүр?» Жазира үшін бұл мүлде тың тақырыптағы әңгіме еді. Өзімен дәл осылайша бұрын соңды ешкімде ашық жарқын отырып, салиқалы сөзге тартып көрген емес. Оның реңі бірден қоқыл тартып, көздеріне жас үйірілді. Ішіндегі түйін болып тұрған шерін ағыл тегіл ақтарғысы келді. Осындай арқа сүйер жанашыр адамының жоқ екендігін енді ғана сезгендей. Қызғыш түсті костюмнің оң жақ қалтасынан қарманып, ұқыпты етіп бүктелген кішкентай қол орамалын шығарды. Оның бір бұрышымен ғана көздерінің алдын сүрткіштеп қойды. «Шаршадым аға», деді ол сосын терең күрсініп. «Шаршадым. Жолым ауыр ма деп ойлаймын кейде. Сол баяғы облыстық байқаудан кейін республикалық конкурсқа қатысуым керек еді. Бара алмай қалдым. Демеуші шықпады. Демеуші болғысы келетіндердің де өзінше қоятын шарты бар екен. Өнері барды шын көңілден бағалай білетіндер маған ешбір кезікпей-ақ қойды. Аттап бассаң әйтеуір алдау арбау, оның үстіне күн көру де бара-бара қиындап барады. Амал жоқ, той-томалақта жағалайсың. Сондайда бәрінде ұмытып көңіл көтергің келеді. Шаршадым аға. Бәріне де шаршадым». Осыны айтқан кезде Жазираның үні дірілдеп шықты. Көздері бұрынғыдан да бетер мөлтілдеп кетті. Кішкентай қол орамалының шет-шеті сулана бастады. Жандос әуелгіде үн-түнсіз қалды. Содан кейін тамағын кенеп қойып, Жазираға жігер бере сөйледі. «Қалай болған күнде де сен өзіңді қолға алмасаң болмай, Жазира», деді ол. «Бүгінде кім жетісіп жүр дейсің?
Бәрімізге де оңай емес. Тек сыртымыздан сыр бергіміз келмейді. Сен де ендігі жерде өзіңді өзің қолға алуың керек. Сен бүйтіп жүріп, бойыңдағы өнеріңді жоғалтып аласың ғой. Сен дауысыңды сақтауың керек қой. Өзің сияқты жастар болмаса халқымыздың өнерін кім көтереді? Сондай таланттар болмаса, әнімізді әлемге кім танытады? Сенің бүкіл болашағың әлі алдыңда емес пе? Жандос қызып кетті. Қалтасынан темекі шығарып түтетіп, оны үст-үстін сорды. Сәлден соң орнынан тұрып, қарсы алдында сұлқ түсіп отырған Жазираның жанына келіп, алдағы болатын үлкен концертке қатысатын шығарсың деп сұрады. Жоқ, мені тізімнен сызып тастапты, деді Жазира орнынан тұрып жатып шаршаңқы үнмен. Дауысы жарықшақтанып шықты. Неге? Кім сызыпты? Онысын білмедім аға. Әңгіме осымен аяқталған болатын. Саяси маңызы зор мерекеге 2-3 күн қалғанда, Жазира күтпеген жерден қуанышты хабар естіді. Түнімен той-тойлап өлең айтып, құда күткен жерде қонып қалып, жұмысқа кешігіп келсе, мұндағылар Жазираны күйіп-пісіп іздеп жатыр екен. Бастығы салған жерден бас салды. Қайда жүрсің, шырағым-ау? Іздемеген жеріміз жоқ қой. Жатақханаға да адам жібердік. Қысқасы дайындал, арғы күні болатын үлкен мерекеде ән айтатын болдың. Қалайша? Мен тізімде жоқ едім ғой. Дайын емеспін ғой мен оған. Қорыққан мен қуанған бірдей деген. Жазира сасқалақтап қалды. Соңғы тізімге сен де енгізіпті. Үлкен үй жақтан телефон соғылған көрінеді. Ол жақтағы біреумен байланысың бар бе өзі? Жазира бұл сұраққа жауап берген жоқ. Әлгі хабарды естіген кезде өлгіні тіріліп, өшкіні жанғандай болып, көздері шоқтай жайнап кетті. Бар екен-ау абзал азаматтар деп шын толқыған Жазираның көңілі шалқып, шат-шадыман күйгенді. Сынып кетердей болып тұрған басының сақинасы да адырап жүре бергендей еді. Өзіне сырттай қамқор болып, шешуші сәтте мұның сөзін сөйлеген әрине Жандос ағасы шығар. Одан басқа кім болушы еді? Жазираға жар салып жатпаяқ, ойын бақа есепке тұрмаяқ, қолдан келген жақсылығын жасай салатын басқа кім дейсің? Өткен жолғы әңгімеден соң мұның тізімде бар жоғын өзі анықтап білген болды ғой. Талантына тұсау түскен шақта қол ұшын созып, сүріне құлаған жерінде қолтығынан демеп жіберуге тәуекел еткені ғой. Бұдан артық сенім бар ма? Ондай адамның жүзін төмен қаратуға бола сірә. Дәл осы жолы әнді өз ойындағыдай айта алмаса, өзін ешқашанда кешіре алмас Жазира. Жазира сол күні концерттік бағдарламаны ұйымдастырушыларға барып жолығып қайтты. Бұл концерт айрықша жауапты екенін білетін шығарсың, деді Есіркеп деген режиссер, мұның соңғы сәтте қыстырыла кеткен жақтырмаса да сыр бермеуге тырысып. Оған аса жауапкершілікпен қарамаса болмайды. Бұл концертті үлкен адамдардың бәрі түгел тамашалайды деп жатыр. Әндер фонограммасыз айтылады, живой дауыспен. Тапсырма солай. Саған бір нөмір беретін болдық. Концерттің ортан беліне қарай шығасың. Оған дейін дауысыңды баптай бер. Киімді театрдан аласың. Ертең кешкі сағат 5-те соңғы репетиция. Кешікпе. Жазира енді ғана шын сасайын деді. Бүгінгі күнде есептемегенде концертке дейін толық бір-ақ күн уақыты бар. Дұрыстап дайындалып үлгере алар ма екен? Нар тәуекел. Шешінген судан тайынбас деген Жазира өзі үшін де аса жауапты әрі ең соңғы сынақ есепті болған бұл концертте қыз сөзі деп аталатын әнді орындауды ұйғарды. Мұң мен сезімге толы сұлу ән, махаббат лирикасы. Өмірде жолы болмаған қыздың ішкі сыры десе де болады. Бұл әлі жауыр болып үлгермеген жаңа ән еді. Өзі де жақында ғана жаттады. Бір-екі рет тойларда айтқаны болмаса, сахналарда шырқай қойған жоқ. Басқаны қайдам, ол ән Жазираның өзіне қатты ұнайды. Әдетте өзіне ұнаған әндер өзгелерге де ұнап жатушы еді. Құдайым әйтеуір ақырын берсін. Жазира жатақханаға келгесін ең бірінші кезекте жақсылап ұйқысын қандырып, әл жинап алуды ойлады. Соңғы кездері той-томалақта жиілеп кетіп еді. Мүмкін соның себебі де шығар, қатты шаршап жүр. Кешеде ұйқысы қанбады. Арман Орынбасаровтың бір таныстары құда шақырған екен, соған әнші сұратыпты. Той жиындарды былай қойып, енді жұрт құдалықтың құрметіне де сырттан әнші шақыруға көшіпті. Қайран әнші халқы қай жыртыққа жамау болмай жүр дейсіз? Бармайым деп айтуға Жазирада тіл жоқ. Жұмысқа жиі кешігіп қалатын ол өз айыбын реті келгенде осылайша жуады. Құда күту тым ұзаққа созылып кетті. Бір-екі ән айтып қайтпақ болып еді, үй иелері жібермеді. Қызықты отырыстан өзі де онша қашқақтай қоймады. Жатақхананың қараңғы бөлмесінде қамалып жатқанда не бітірем деп бір ойлады. Солайша даудырап қалған жаңа құдалардың көңілін ауласам деп жүріп, ақырында өзінің де дауысы қарлыға бастаған соңынан бірақ білді.
Оның үстіне әрбір ән айтқан сайын құдалармен алгелге түсіп қалғаны тағы бар. Таңға жақын үйелерінің қыздармен бірге бір бөлмеде жатып еді, олар есік терезені аңқайтып ашып тастапты. Бойы тоңазып оянды. Тамағында да шамалы суық бар сияқты. Әйтеуір концертке дейін қалпына келе қойса игетті. Жазира ертерек жатпақ ниетпен төсегін дайындап, салқын сумен асықпай жуынып шайынып алды. Сосын жанында тұрған айнаға үңіле қарады. Шүңірек тарта бастаған шаршаңқы көздері өзіне тұнжырай қарайды. Жүзі тотығып, жағы суала бастапты. Айналасы 2 жылдың ішінде рең басы біршама өзгеріп кеткен байқады. Бұрынғы талдырмаш денесі де ептеп толса түскендей. Уақыт шіркін әйел затына тез арадақ өз дегенін істей ме, жоқ әлде кезінде бойы басын күтіне білмегендіктің әсері ме бұл? Өзінің айнадағы кескін келбетіне бұл жолы Жазираның көңілі аса тола қойған жоқ. Қайта керісінше бір түрлі жаны жабырқап қалды. Шамды сөндіріп төсегіне келіп қисайды. Көзі енді ғана іліне берген екен, біреу дүңгілдетіп есік қақты. Арғы жақтан Гүлайнаның дауысы естілді. Тілі күрмеліп тұр, жанында біреулер бар сияқты. Жазира, үйдемісің? Аш есікті. Бүгін менің туған күнім ғой. Жүр бірге тойлайық. Өнербай мен Айман да келіп тұр. Неге ашпайсың есігіңді? Жоқ әлде бізді менсінбей кеттің бе? Өз үйде бар ма жоқ па? Гүлайна күңкілдей сөйлеп, есікті біраз уақытқа дейін дүңкілдете қақты. Әлден уақыттан соң барып тым-тырыс болды. Есік ашылмағасын күдерін үссі керек. Іште жатқан Жазира тырс етіп үн шығарған жоқ. Есікті ашса, арғы жағы белгілі ғой. Гүлайна. Ол баяғыда екеуі 3 күнде өзара күйік бөлісетін оқиғадан кейін сандалып жүріп, ақыры өз айтқандай сөмкесін арқалап базарға шығып кеткен еді. Киім-кешек жағында. Тіркісі тіршілігін істемей тұра ма? Жағдай жаман емес деп қояды ол анда-санда кездескенде. Тауарың өтсе, наварың да бар. Тек салық жағы ғана қинап өлтіріп барады. Әйтеуір ала берсем деген жұрт қой. Дегенмен ол жерде де көңілсіз емеспіз. Консерваторияны бітірген бір келіншекпен театрда істеген бір жігіт қатар тұрып сауда жасаймыз. Өзара ортақ әңгімеміз жетіп артылады. Базар жаққа келіп тұрсыншы. Сен өзімізсің ғой, арзан берем, түсіріп берем. Бүгінде ол бұл сөздерді шын көңілден айтатын болған. Баяғыдағы қарқылдай күлетін ол емес, басқа адам сияқты. Гүлайнаның жүріс-тұрысы да, сөз саптасы да Жазираның көз алдында өзгеріп бара жатыр. Өзгермеген тек көздері ғана. Қанша жерден жағдай жаман болғанымен, көздеріндегі мұң бұрынғыдан да қоюлана түскенде еді. Мүмкін оның тереңінде өмірге деген өкініші тұншығып жатқан шығар. Жақында Айманды көрдім деп еді ол бірде асыға аптыға баяндап. Мені іздеп базарға келіпті. Бейшараны ресторандағылар жұмыстан қуып жіберіпті. Түрі алқаштан аумайды жазғаның. Өтпей тұрған 1-2 киім-кешекті қолтығына қыстырып, қолына азынаулық ақша ұстатып жібердім. Қайтейін, көз көргеніміз ғой. Өнербай екеуі кездесіп тұрады екен, оларды жатақханама шақырдым. Міне, сол үшеуі бүгін Гүлайнаның туған күніне жиналыпты. Көз көрген ортаға Жазираның да барғысы келді. Алайда барғаннан кейінгі жағдай белгілі емес пе? Өзіне өзі сенбеді. Алда үлкен сынақ тұр еді. Салтанатты жиналысқа адамдар ағылып келіпті. Ол шетімен бұл шетіне қарасан көз талатын театрдың көрермендер залында бос орын көрінбейді. Аузын мұрнынан шыға лық толған. Кейде мұндай жиналыстарға жұртты күштеп жинайтыны болушы еді. Ұйымдастырушылар жағы мүмкін бұл жолы әдеттен тыс белсенділік танытып жіберген шығар. Өйткені аса маңызды саяси мәні бар халықтық мереке күнде болып жатқан жоқ қой. Қалай десе де, әншілердің тілімен айтқанда нағыз аншылақ. Салтанатты жиналыстың төріне кімдер шығып, ол жерде кімнің не айтып, не қойғанын Жазира мүлде бейхабар. Тек біреудің бір сарынды үнмен ұзақ сонар баяндама жасап жатқанын ғана біледі. Өзін өзі қоярға жер таба алмай жүрген Жазира бір-екі рет сахна шымылдығының сыртынан сығалап қарап еді, орта тұстағы орындықтардың шет жағында қалғып мүлгіп отырған 2-3 адамға көзі түсті. Басы оң жағына қарай қисайып кеткен жуан белді кісіні баяғы саунада көрген ерқараға ұқсатты. Зиялы қауым ортасында аман-есен жүріп жатыр екен-ау деп ойлап қойды Жазира. Ал дүриясының қызметі одан берде біраз жерге жоғарылап барып та қалған шығар. Концерт басталатын сәт жақындаған сайын Жазирадан дегбір кетті. Сахна сыртында ары-бері жөңкіліп жүрген әртістерден шеттей бере іштегі толқынысын басқысы келіп, өзі шырқайтын ән қайырмасын аңылдай айтып қояды.
Арманым-ай, ардағым-ай, ардағым боп неге қалмадың-ай. Біраздан соң бір ұйықтап оянатындай уақытқа созылған жиналыс та аяқталып, дүркірей қол соғылғаннан кейін зал ішіндегілер дүр етіп орындарынан көтерілді. Үзіліс жарияланыпты. Сол-ақ екен сахна сыртындағылар қым-қуыт болды да кетті. Жазираның да жүрегі дүрсілдей соға жөнелді. Бұрын соңды дәл осыншалықты толқып көрмеген шығар. Осыдан 3 жыл бұрын нақ осы сахнада жас әншілердің байқауында бас жүлдені жеңіп алғанда да мұндай күйге түскен жоқ сияқты еді. Мүмкін онда әлі бойында балалығы болған шығар. Әлде ол жолғы сынның салмағы бүгін болар сынақтан жеңілдеу болды ма екен? Жазира күрсінді. Жанынан безілдетіп өтіп бара жатқан есіркеп режиссер: «Кеше репетицияда жаман айтқан жоқсың. Бүгін де солай шырқау керек», деп мұны жігерлендіріп қойды. Осындайды бір ауыз сөз қаншама күш-қуат береді десеңші. «Құдай қаласа», деді Жазира да өзін серпілткісі келіп. Бірақ үні құмығып шықты. Тамағы жыбырлығандай болды. Кеше ғана театрдан уақыт шалған үстіндегі қонымсыздау әртіс көйлегінің етек жеңін тартқыштап жөнге келтірді. Төбесі шошайған жылтырақ бөркін басына тағы бір нығыздап қойып, сұқ саусағының ұшымен сыртқа шыққан шаштарын бөркінің астына жіберді. Жүрегі дүрсілдей соқты. Жан жадыратар музыка сазымен сахна шымылдығы түріліп, өнер шеберлерінің концерті басталып жүре берді. Сахна үстіндегі көріністің бәрі де көрермендер үшін таңдай қағып, тамсанарлықтай сұлу да сыпайы, әдемі де әсем қалпында өтіп жатқанымен, сахна сыртында оған мүлде керағар өмір қыз-қыз қайнап жататыны бар. Осындай сәттерде бұл жақта режиссерлер мен концерт жүргізушілер шат шәлекейі шығып, шала бөлініп, сөздеріне бірден құлақ аса қоймағандарға тістене сыбырлай ұрсып, қолдарын сермеп, ала көзбен атып жібере жаздап, күйіп-пісіп, күйгөлектеніп, жандарын бере жаздайды. Ал оны жұмсақтай жайлы орындықтарға жамбастай жайғасып алып, кейде қол соғуға да ерініп, тіпті қалғып мүлгіп отыратындар білер ме екен? Дегенмен бүгінгі концерт бағдарламасы көпшіліктің көңілінен шығып жатқан сияқты. Жауапты концерт болғасын талаптар да сайдың тасындай болып таңдалып, нөмірлер де әбден елеп екшеленген екен. Зал ішінде иін тірескен көрермендер әрбір нөмір орындалған сайын театр шаңырағын жаңғырықтыра ду-ду қол соғып жатыр. Жазира жұмыс істейтін мәдениет сарайына жақында ғана келген уыздай жас әнші Әмина Әмірбекова әуелете ән салған кезде жұртшылық ұзақ қол шапалақтап сахнадан жібермей қойды. Жас әншілердің байқауында бас жүлде алатын кезде Жазираға да дәл осылайша қошемет көрсетілген еді-ау. Қайда екен сол күндер? Мүмкін бүгін қайта оралар, кім білсін. Көрермендер алдында қайта-қайта иіліп тағзым етіп бөгөліңкірей берген Аминаға сахна сыртындағы режиссерлер иектерін көтере ымғағып, қолдарын сермей түсіп, бері қарай шақырып әлек. Оларды да түсінуге болады. Уақыттың бәрі өлшеулі. Байқаусызда созып жіберсе, бастықтарынан қатты сөз естіп қалуы әбден мүмкін. Қазір енді қала жұртшылығына кеңінен танымал биші қыздар шығады. Содан кейінгі кезек Жазиранікі. Сахнаға шығар сәт таянған сайын Жазираның бойын өз еркінен тыс әлсіз діріл билей бастады. Иықтарын қағып, бөкселерін бүлкілдетіп, мың бұролақ күлім қаққан жартылай жалаңаш биші қыздар араб биін билеп біткенше, Жазира да гитарасын қолына бір алып, бір қойып, дегбірсіздене, іштей тәңіріне сыйынумен болды. Міне, енді Жазира шығады. Концерт жүргізушілер оның есімін сампылдай хабарлап жатты. Жазира үшін енді шегінерге жер жоқ еді. Демін ішіне тағы бір рет терең алған ол, болар-болмас жөткірініп, тамағын сәл ғана кенеп алды да, оң жақ иығына асынған гитарасын қолмен құшақтай ұстаған күйі, қазақша әртіс көйлегі жер сызып, бұратыла басып, езуіне зорлана күлкі шақырып, сахнаның қақ ортасындағы қақшиған микрофонға қарай жүрексіне беттеп бара жатты. Зал ішіндегі анталаған мың сан көз бұған сұқтанын қадай, қимылсыз қарап қалғандай болып сезілді. Бір сәт Жазираның көз қиығы залдың орта тұсындағы лауазымы үлкен кісілердің арт жағын ала отырған жандосқа түсіп кетті. Ол да демін ішіне тартып, мұның қимылын қалт жібермей қадала қарап отыр екен. Кенет Жазира сахнаның орта тұсына жете бергенде, ұзыннан ұзақ шұбатылып жатқан микрофон желісіне сүрініп кетті. Мұның алдында ғана нөмірді хабарлап, микрофон орнатқан концерт жүргізушілер асығыста желінің орауын жазып үлгермей тастап кете берген екен. Жазира абырой болғанда бойын тез арада тіктеп ала қойды. Зал іші гу ете қалды. Осының өзі оның онсыз да толқып тұрған көңілін жермен жексен етіп жіберді. Бұл сүрінісін ол жақсырымға жорай алмады.
Жазира сонда да болса сыр бермеуге тырысып, жымиып қойды да, арқасын шақырғандай, иығын жайлап қана қомдай түсіп, нәзік саусақтарымен гитара шегін баяу ғана шерте жөнелді. Арманым-ай, ардағым-ай. Жазира айналасындағы дүниені түгел ұмытуға тырысып, гитараның сиқырлы үніне өзі де аңылдап қосыла берді. Зал іші қайтадан сілтідей тына қалды. Гитара сазына баяу ғана қосылған қоңыр дауыс ә дегеннен ақ жүректің ең бір нәзік қылдарын шерткендей болып қалықтап бара жатты. Сенің от құшағыңда дүниені ұмытып талықсыдым, жүрегімді өртеді жаныстығың. Мынау байтақ әлемде тек екеуміз жүргендейміз айналып ғарышты мың. Әннің алғашқы шумағын еркін айтып шықты. Өлеңнің әрбір жолы, әрбір сөзінен өз тебіренісі мен толқынысын қоса жеткізуге тырысты. Онсыз әннің әрі кірмейтін белгілі. Онсыз өзі де ән айттым деп есептей алмайды. Әсем әннің лирикалық кейіпкеріне айналып жүре берген әнші қыз ендігі сәтте шынында да басқа бір әлемге бір жолы еніп, өмірде жолы болмаған бейкүнә жанның мұңлы тағдыры өзіне де ортақ секілді күйге түсті. Айналасындағы өмірдің бәрі өсек пен өтірікке, алдау мен арбауға, зорлық пен зомбылыққа толып кеткендей. Адалдық аярлыққа, пәктік ластыққа, әділдік әзәзілге жол беріп қоя беретіндей. Шырқырай салған әнімен ол осынау қатыгез құбылысқа жан тәнімен қарсылығын білдіргісі келетіндей. Қанатымен су сепкен қарлығаштай шарылдап, соңғы рет тұяқ серпер алдында осы бір өмір шындығында адамдардың көзін ашып кетуге жанталаса кіріскендей. Ән тек кейіпкерін алдап кеткен жеке адамға ғана емес, өз перзентін өзекке тепкен осынау өмір сүрген ортасына арналып жатқандай еді. Әншінің көз алдында бірінен соң бірі көлбеңдеп, өзін алдап кеткен адамдар келе берді. Басқа ештеңе көрінер емес. Өмір атты бұрқыраған дарияға бұрымынан ұстап лақтырдың, сонда ғана есейіп бұл жалғанда бәрі алдамшы екен бірақ білдім. Әнде әншінің көңіл күйі де өзінің ең бір шарықтау шегіне жеткенде еді. Қуаныштан көрі реніші, қызығынан көрі қиындығы көп өз өмірін бұрқырап жатқан дарияға ұқсатты. Сол бұрқаған асау дарияда адуынды ағыспен алысып, жалғыз өзі жанталаса жағалауға жармасады. Ал асау дария тұншықтырып, тұңғиығына тартады. Жазира нақ осы сәтте өзінің демі таусылып, дауысы жұтылып бара жатқанын білді. Әттеген-ай, ән табиғатына тым терең еніп кеткені бекер болды-ау. Шарықтау шегіндегі ән қайырмасына келген кезде кенет шорт үзілді. Әншінің дауысы соңғы рет дірілдей түсіп, құмыға ұшты. Ән әуелей бере құлдырай құлады. Жазира дауысынан айырылған еді. Аяқталмай қалған ән қайырмасы өзінің әншілік тағдырының қапияда қайырылып түскен қанатындай болып құлдилап бара жатты. Бәрінде қасқағым сәт шешті. Әнші үшін бұдан асқан қасірет жоқ шығарау. Оның көздерінен мөп-мөлдір жас тамшылары өз еркінен тыс моншақтап кетті. Қос қолмен бетін баса сол қолдай еңіреп жіберген ол сахна сыртына қарай атылып шығып, алдында тұрғандарды қағамаға киім ауыстыратын бөлмеге қойып кетті. Өз киімдерін тез-тез киініп, әртіс көйлегін қалай болса солай лақтыра салған Жазира одан әрі бір сәтте кідірмей, өзіне үрпие қарап тұрған әнші әріптестерін қолмен ыстырып жіберіп бірден шығар есікке ұмтылды. Сахна үстінде қайырмасы айтылмаған әні қалды. Бет жүзін жас тамшылары айғыздаған Жазира көз алды қарауытып, жүгіре басып көшеге шыққан бойы көз көрмес, құлақ естіместей жерге басы ауған жаққа қарай безіп кетуді ғана ойлады. Көз алдына төмен қарап жер шұқып қалған Жандос ағасының бейнесі елестеп кетті. Ол өкпесін қолына алып, жүгірген күйі үлкен көшеге шыға берген сәтте ерсілі-қарсылы ағылып жатқан машиналардың бірі басып кете жаздап барып, тап жанына шиқылдай тоқтады. Жүргізуші дер кезінде рульді бұрып, тежегішті басып үлгерген еді. Мыжырайған ескі москвичтің есігін шалқайта ашып, атып шыққан шофер: «Әй қыз, өле алмай жүрсің бе немене?» деп айғай салды. Сөйтті де артынша мұны бірден тани кетіп: «Өй, Жазира, бұл сенбісің?» деді лезде үнін жұмсартып, жүзіне қан жүгіріп. Жазира да оны шырамытты. Бұл баяғы Асыл Заманбекұлының қып-қызыл джипін айдайтын бұйрабас шофер Әскербек еді. Жазира сүйретілген бой үн-түнсіз сары москвичтің есігін ашып, жүргізуші орындығының жанына жайғасып алды. Тездетіп бет-аузын сүртіп ретке келтірді. «Иә, халің қалай? Сол жолғы саунадан соң қайтып көрінбей кеттің ғой»,
деп бұйра бас жүргізуші бастырмалата сөйлеп жатыр. Сол күні әлгілер саунаның іші сыртынан сені іздеп әбден әлекке түсті. Мен джипте отырып сенің алды артыңа қарамай қашып бара жатқанды көргем. Бірақ білмегенсіп отыра бердім. Қайта іштей қуандым. Бар болғаны бір-ақ рет көрсем де сені ондайға қия алмап ем. Сол керек өздеріне де. Ол адамдардың басыңды дер кезінде ашып алғаның дұрыс болды. Содан бері мен сені ұмытқан жоқпын. Қараңғыда зымырап қашып бара жатқан көз алдымнан еш кетпей қойды. Одан бері де біраз уақыт өтті ғой. Өзің өзгеріп кетіпсің. Қасындағы Жазираға ұрлана қарағыштап қойған Әскербек жайғаса отырып алып, әңгімесін одан әрі жалғастырды. Күнкөрістің қамы ғой деп қояды ол. Бүгінде жеке такси болып кеткенбіз. Табыскер компаниясымен әлдеқашан есеп айырысқам. 6 ай бойы айлық бермей әбден діңкелетті. Қарызға белшесіне батып қалған көрінеді. Мемлекеттен миллиондап алған кредиттің де орнын жаба алмай, енді қазір соңынан тергеу комитеті түсіп жүр деседі. Әй, Асекеңнің де жағдайы қиындау. Мен ақыры қолды бірақ сілтегем. Енді қайтейік, біз де адам баласымыз ғой. Әскербек жанындағы өзімен өзі болып мелшиіп отырған Жазираның қандай күйде екеніне назар аударар емес. Көрген білгенін айтып біткенше әңгімесін асыға баяндап жатыр. Айтпақшы, сен осы Ошекеңді білуші ең? Ошын Жақыпбаевты айтам. Асыл Заманбекұлының досы ше? Сен қараңғыда зытып бара жатқаныңда бір Волга дәл қасыңнан ағызып өтіп саунаға қарай кетіп еді ғой. Сол Ошекеңнің машинасы болатын. Асекең сияқты ол да жалғанды жалпағынан басқан адамның бірі еді-ау. Өзі бізде істеген хатшы қызбен біраз шатасып жүрді. Ақыры содан балалы болып, әп-әдемі әйелімен ажырасып тынған. Жасы жер ортаға таянғанды. Көп ұзамай жемқорлығы үшін қызметтен де қуылып кетті. Заң факультетін бітіргелі жатқан студент баласы бар екен. Сол автомобиль апатынан қайтыс болып, бейшара бір басына түскен осыншама соққыдан инсульт алыпты. Біраздан бері төсек тартып, сал болып жатыр дейді. Біз сияқтыларды өмірі көзіне ілмей, сәлемімізді де дұрыстап алмаушы еді. Дүние мен атақ абырой өзіне мәңгілік берілгендей сезінетін адамдар бар ғой өмірде. Бастан бақтаяйын десе бірақ күнде екен-ау. Алда не күтіп тұрған кім болжаған дейсің? Әй, өмір-ай. Әскербектің әңгімесі құлағына бірі кіріп, бірі кірмей отырған Жазира Ошаның студент баласының қайғылы қазаға ұшырағанын естіген сәтте жүрегі шым ете қалды. Көз алдына әрдайым ұяңғана күлімсіреп тұратын жасардың бейнесі келді. Даудырай сөйлеп жатқан Әскербек енді жанында бір нүктеге үн-түнсіз мелшие қадалып отырған Жазираның қан сөлі қашып, боп-боз болып кеткен бет жүзіне үңіле қаратты, селк ете түсті. Сосын әп-сәтте салмақты бола қалды. Қайда? Деді ол енді Жазираға жалтақтай қарап. Қайда барушың? Жеткізіп салайын. Маған енді бәрібір, деді Жазира, сол сүлесоқ қалпында. Қалаған жағыңа тарта бер. Айтпақшы, баш жазатын бірдеңең бар ма? Әскербек Жазираның бетіне жалт қарап, аузы аңқиып қалды. Томпақ көздері бақшиып кетті. Іле-шала есін жиып үлгерген ол, табылады? Я, бәрі де табылады деп бірден қутыңдап сала берді. Енді Әскербек жерден 7 қоян тапқандай, алақанын ысып-ысып жіберіп, өз-өзінен ыржаң етіп, асып-сасып өкпесі сырылдаған машинасының газын өкірте басып жіберді. Салбөксіз сары москвич қақалып шашалып, артынан көк түтінді атып жіберіп, орнынан аңырана қозғалды. Соңы. Шымкент, 1996 жыл. Оқыған Қуат Ахметжан.